Сәлем достар, сіздермен Әлшар ағайларыңыз. Біз бүгін математика сауаттылықта өте көп кездесіп жатқан бір есептер бар. Сол есептің жалпылама тақырыбын өтетін боламыз. Ол тақырып математикалық күтім, немесе үміт деп атайды оны, математикалық үміт деп. Орташа шама деп те атайды кейбір жерлерде, математикалық орташа шама деп. Математикалық күтім және дисперсия туралы әңгімелесетін боламыз. Сіздерге осыны үйрететін боламын. Бастадық, арнаға тіркеліп айтып. Ең бірінші болып анықтамадан бастайық. Математикалық күтім дегеніміз не? Анықтама бірінші. Кездейсоқ шаманың барлық мүмкін мәндерін сәйкес ықтималдықтарына көбейтіп, қосқаннан шыққан санды кездейсоқ шаманың математикалық күтімі деп атайды. Оны mx деп белгілейміз. m шақша ішінде x белгіленеді. Яғни кездейсоқ шама дегеніміз бұл x, x1, x2, x3, xn-ға дейін. Бұлардың барлығы кездейсоқ шамалар. Мысалға, қалай деп алсам, ойын сүйегінің қанша жағы бар? 6 жағы бар. x1 дегеніміз 1, x2 дегеніміз 2, x3, x4, x5, x6, яғни 6 жағдай бар. Осы жерге 6-ауын жазып қоямын. Ал мына p1, p2, p3, p4, p5, p6 олар ықтималдықтары. 1 түсу ықтималдығы 6-дан 1, 2 түсу ықтималдығы 6-дан 1, 3 түсу ықтималдығы 6-дан 1, солай жазылып қойылады. Түсінікті ғой. Енді осы жерде біз қарайық. Формула бар. Формуланы былай есептелінген. Яғни x1 мен p1-ді көбейтіп, x2 мен p2-ні көбейтіп, яғни барлық кездейсоқ шамамен оларға сәйкесінше ықтималдықтарды көбейтіп, қосып шыққан кезде не шығады екен? Математикалық күтім шығады екен. Яғни мына екеуін көбейтесіз, қосасыз, көбейтесіз. Бәрін бірінші көбейтіп аламыз, сосын қосамыз. Қазір бір есеп көрейік. Осы есепке қарап, біз түсініп аламыз. Сізге кездейсоқ шамалардың түрлері берілген, сандары, олардың ықтималдықтары берілген. Мынау енді басқа нәрсе болуы мүмкін, бірақ та ойын сүйегі емес. Бірінші болып не істейміз? Бірге 0,2-ні mx-ті табу үшін, яғни математикалық күтімді табу үшін, 1 көбейту 0,2. Қосамыз, 2 көбейту 0,1. Қосамыз, 4 көбейту 0,1. Қосу 3 көбейту 0,4. Қосу 2 көбейту 0,1. Және соңғы кездейсоқ шаманың 5 көбейту 0,1. Ықтималдыққа көбейту. Тең. Мына 0,2 болады. 0,2 болады. 0,4 болады көбейтсек. 1,2 болады. 0,2 болады. 0,5. Барлығын қосайық. 0,4, 0,8, 2, 2,2, 2,7. Яғни мынау кестеде берілген кездейсоқ шамалардың математикалық күтімі 2,7 екен. Солай табамыз. Көбейтіп қосып шығу керек болды. Анықтама тұр. Анықтаманы жаттап алуымыз керек. Мынау есебі. Енді бізге керегі дисперсия. Дисперсия не екендігін түсінуіміз керек. Дисперсия осы математикалық күтімге өте байланысты. Түсінікті ма? Негізі дисперсияға математикалық күтім байланысты. Бірінші математикалық күтімді айтып алайық. Дисперсияның өзін білу үшін ең бірінші ауытқу деген нәрсені білу керек. Ауытқу бұл қандай ауытқу емес, кәдімгі сандардың ауытқуы. Анықтама екінші, x кездейсоқ шамасы және оның математикалық күтімі mx берілсін. Кәдімгі математикалық күтім берілсін дейді. Мынандай теңдеумен айырманы дейді. Мынандай теңдіктегі айырманы кездейсоқ шама мен оның математикалық күтімінің арасындағы ауытқу деп атайды. Кездейсоқ шама мен оның математикалық күтімі. Шамалардың емес, шама мен деген. Мысалға, қайтадан артқа қайта салайын. Мына жердегі мынаның mx-тің ауытқуын табу керек. Ол үшін мен 1 азайтамыз 2,7. Ауытқуы қаншаға тең? Минус 1,7. Әйтпесе мына жерге қарайық. 3 азайту 2,7. Ауытқуы 0,3. Осылай. Түсінікті болды деп ойлаймын.
ауытқу не екендігі, оны да жаттап аламыз. Келесі, кездейсоқ шаманың математикалық күтімнен ауытқу квадратының математикалық күтімінің дисперсиясы деп атайды. Кездейсоқ шаманың математикалық күтімінен ауытқу квадратының математикалық күтімін дисперсия деп атайды екен. Дисперсияны dx деп белгілейміз. Мынандай тұр, не математикалық ауытқу туралы жазылып қойған, көріп тұрсыздар. Оның квадраты мынандай болады екен. Сол квадратынан тағы да математикалық күтім алсақ, не шығады екен? Дисперсия шығады екен. Негізі бірінші формула емес, көбінесе екінші формуланы пайдаланамыз. Қазір сіздерге есепте, тура жаңылдегі есепте түсіндіріп берем. Бізде математикалық күтім қанша шықты жаңылде? 2,7 шықты, 2,7. Мына формуланы пайдаланамыз біз. Төменде тұрған формула. Дисперсияны табу формуласы dx тең. Оны қазір түсіндірем. Бірінші болып, мынаның mx-тің не деген? Квадрат деген. 2,7-ның квадраты. 27-ні 27-ге көбейтіп 2 қосамыз. 4, 14, 18, 4, 1, 5, 9, 2, 1 ойда 7. 29. Азайту 7,29. Бірақ та оның алдында не бар? mx квадрат деген бар. Яғни кәдімгі кездейсоқ шамалардың қосындысының квадратының математикалық күтім. Оның үшін біз қалай есептейміз? Мыналардың әрқайсысын квадраттаймыз. mx квадрат 1 квадрат көбейту 0,2. Қосамыз 2-ның квадраты көбейту 0,1. Қосу 4-дің квадраты көбейту 0,1. Қосу 3-дің квадраты көбейту 0,4. Қосу 2-ның квадраты көбейту 0,1. Және қосу 5-дің квадраты. Мына 0,2-ның өзі болады. 2-ның квадраты 4, 0,4. 4-дің квадраты 16, 16-ны 0,1-ге көбейтсек 1,6 болады. 4-дің квадраты 9, 0,4-ге көбейтсек 3,6 болады. 4, 0,4. 25, 2,5. Қайма? 0,7, 2,3, жоқ 0,6, 2,2, 5,8 қосып жатырмын. 5,8, 6,2, 6,2-ге 8,7. 8,7. Тең. Азайтамыз, мына жақтан 0,7, ал мына жақта 61. Сонда қоссақ 1,1 бола ма? Осылай шығады екен. 1,41. Яғни дисперсия бізде 1,41 екен. Осылай 1,41 дисперсия. Осылай есептейміз. Бірінші формуламен есептеу шамалы қиындау болады, бірақ та олмен есептесеңіздер де тура осы сан шығу керек, шығады да. Негізінде көбінесе математиктер екінші формуланы пайдаланған. Осылай. Сіздерге математикалық күтім мен дисперсия және ауытқу да бар. Сол түсінікті деп ойлаймын, түсінікті болды деп ойлаймын. Сіздермен бірге болған Әлшер ағайларыңыз математикалық сауаттылықтан ұбт-да, сабақтарда да жақсы нәтижелерді көрсетуіңіз. Маған арнама жазылып, достарыңызға таратыңыз, лайк басып қойыңыз. Сау болыңыз.